Келді қайырлы күн ардақты ағайын, 90-ға қош кепсіздер қадам басып, бақытқа жеткізеді адал кәсіп. Ассалаумағалайкум баршаңызға, алайық алдыменен амандасып. Ғалым ұстаз Қайым Мұхамедқанұлының құрметіне арналған қазақ күресінен кіші жасөспірімдер арасындағы алтын белбеу республикалық турнирінің салтанатты ашылуына қош келдіңіздер. Еліміздің төл спорт болып саналатын күрестің қазақ халқы үшін орны ерекше. Сондықтан спортшыларымыздың бойын мақтаныш кернеп, бүгінгі додада барын салатын анық. Осынау күрестің дамуына бұл жарыстың да өзіндік қосатын үлесі ерекше. Бүгінгі доданың құрметіне қонақтарымыз ат терлетіп келіп жатыр. Республикамыздың түкпір-түкпірінен арнайы келген қонақтарымыз бар. Мемлекет және қоғам қайраткерлері, парламент мәжілісінің депутаттары, ұлағатты ұстаздар, қайым танушы, алаш танушы ғалымдар, ұлттық мектепті қалыптастыру жолындағы жанкешті қызмет жасап жүрген ұлағатты ұстаздар, бақ өкілдері және қайым атаның ұрпақтары осында қатысып отыр. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі қазақ күресінің додасының сәнін келтіретін кешегі жалжүрек тау кеуде, жауырны жалпақ, жотадай, бойны жалпақ, бұқадай болған Балуан Шолақ пен Қажымханның бүгінгі ұрпақтары, ұлылардың ұнтақтары, қазақ палуандарын ортаға шақырайық. Бірінші бас төреші, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Аймат Сейтен бастаған төрешілер ауылын ортаға шақырамыз. Ескелерден таратылған өр намыстан жаратылған. Қош келдіңіздер, сіздердің жолдыларым жас өрендерді қазақтың көктуын халықаралық дәрежедегі жарыстарда желбірететін болсын. Енді бүгінгі Қайым Мұхамедқан ұлының құрметіне арналған алтын белбеуде бақ сынайтын, түйе палуан екенін дәлелдейтін жас өрендер, жас палуандарды ортаға шақырайық. Түйе палуанға таласатын палуандарымызды қазақтың Ақордасы Алтықанат Ақордадан ортаға шақырайық. Алаштың бабасы, өзелі өшері, бабасы, түйір топырақ, тамшы арасы, қазаққа ғанады, қазақтың ей табасы балақтың киттерін тасына қаттатпай, көршінің киттерін кесіктен аттатпай, қолына қақшалып, әлемге жар салып, қазақтар жүреді. Қолықтарына жақта қарап. Он қанат, сол қанат болып тұрайық. Мына жүзінен шыққан болғанда. Тамам. Мына қарсыластарға қарайық. Ана қарсыластар сияқты, мына жаққа. Қатарынан. Берге тимесі қойғандар. Енді бүгінгі іс-шарамыздың арнайы ашу салтанатты түрде ашып беріп, ұлттық директоры Аятжан Ахметжан ортаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгінгі енді ауа райы кішкене желдетіп тұр. Мына жерде сәл қолайсыздық болса кешірім сұраймыз. Енді бұл гимназия Қайым Мұхамедқанов атындағы алғашқы гимназия. Бүгін Қайым Мұхамедқановтың алғашқы мектепте ашылатын болады. Дәл осындай дүрлі шарамызда біз ер қазақтың тойында, ер қазақтардың белдесуін неге жасамасқа деп шешіп, біздің болашақ палуандарымызды бөлгіден шақырып отырмыз. Осы жарысқа келіп, мерейін көтеріп, осы жарыста өнер көрсетіп жатқан барша палуандар сіздерге мың рахмет. Тек қана қазақтың намысын, қазақтың туын көтере беріңдер, қашанда жолдарың болсын. Кешегі Балуан Шолақтай, Қажымхандай қазақтың жалғасы ертеңгі күнге жалғаса берсін. Сіздерді бүгін осы боз кілемде күресетіндер болашақта қазақ барысынан да көріп жатамыз деп сенем. Сендерге тек қана сәттілік тілеймін.
Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Енді бүгінгі тілек ниеттер қабыл болып, палуандар шынымен де жауырыны жер іскемейтін текті бабаларына тартқан палуан болып өсе берсін. Енді ортаға тағы да құттықтау сөз айту үшін осында арнайы келіп отырған Қайым атамыздың ұрпақтары Данияр Қайымұлы және келіні Алмагүл Мұхамедхановаға бір-екі ауыз сөз бергіңіз келеді. Асылдың сынығы, тұлпардың тұяғы бүгінгі ата тойына арнайы келген. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Тамаша. Бегдар Қайым атамыздың арнайы келіп отыр. Қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Құрметті қауым, құрметті балалар. Бүгін үлкен мереке. Ғалым, ұстаз Қайым Мұхамедхан ұлы құрметіне арналған турнир құтты болсын. Қайым Мұхамедхан ұлы бізге тарихты біз жаңа ғана естідік, ризашылықты айтып отырмыз. Мына жақта семинар өтті, сабақта болдық, сабақтарға қатыстық. Көп ақпарат, ғалымдар, мұғалімдер, балалар өте жақсы құрметтіп, көп нәрсені ақпаратты айтып, біз сізге директор мырза, ең бірінші Аятжан мырза сізге рахметін айтып, бүкіл семьяның атынан, бүкіл болашақтың атынан сізге рахмет айтып отырмыз. Бүгінгі жарыс жақсы өтсін. Ер қазақ деген мен ойлап отырмын, қасымызда балалар, жастар, алда ақ жол болсын. Бүгінгі турнир жақсы өтсін. Жақсы, рахмет. Қайым атамыздың бүгін рухына арналған іс-шарамыз жалғасын тауып жатыр. Ол кісі бір аунап түскен шығар. Бәрі сәтті жақсы бола берсін дейміз. Енді бүгінгі керемет іс-шараны ол кісіні білесіздер, Қайым атамыз Қазақстан тәуелсіздігін алып, өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілгенде жүрегі теміреніп Қазақстанның гимнін жазған ұлы тұлғалардың біреуі. Сондықтан бүгінгі Қайым атамыздың рухына арналған іс-шараны гимнмен, мемлекеттік әнұранмен бастаған жөн сұрап отырмыз. Қайым атамыздың ұрпақтары келіп отыр. Осы турнирден алғашқы алтын белбеу оқушылар жазушылар арасында республикалық турнирден естелік болсын деп Қайым отбасына 2 дана медаль. Келіңіздер. Дина апай, өзіңіз келіңіз.
өзінің суреті басылған медаль апай. Сізге мына естелік. Сонымен бірге мерекелік лентамыз осы кісіге арнайы тағылып жатыр. Осы біздің қайым мектебінде қайым атамыздың мұражайын жасақтауда, ол кісінің мұраларын осы жерге жинақтауда осы отбасы ерекше бізге қолдау білдіріп, ұлы ғалымның алаш баласына жетуіне жағдай жасап отқан ұлағатты отбасына амандық тілейміз. Рахмет, бір қол соғып қоюға болады. Аман болыңыздар, ұлы ғалымның отын өшірмей жүрген. Енді келесі ойына. Кел. Келіңіз, аға. Қарағат ағаңыз. Құтты болсын, сіздің де ұлы атаның рухы қолдап көптің туар екеніміз ақиқат, сондықтан осы жарқырап бүгін атамыздың тойында тағып жүрміз. Біз тарих жасап жатырмыз. Бұның бәрі тарих алдындағы естеліктер. Сіздеріңізге тарихи естелік деп қабылдаңыздар. Енді үшінші данасы бар. Бұл бүгін ашылатын Қайым Мұхамедқанов мұражайына арнайы естелік. Оны біздің мұражайдың жетекшісі Ұшқын Сайдырахман деген жігіт. Қайда жүрсіз? Бұны енді сіздің мойынға тақпаймыз, сіздің мұражайға экспорт. Бәрекелді, Ұшқын ағай, құнды жәдігерлеріңіз көбейе берсін. Енді бүгінгі іс-шараны Құрманалы Мансұр деген біздің мектебіміздің әншісі, дарынды жас өрен, батырлар ұланы деген әдемінен әрлейтін болады. Хал болыңыздар. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған, бабасының батырлығы қанмен бойға таратылған, алатаудай алашымның қаратаудай баласымын, қастерлі алашымның қорғаймын барасылын. Қолдан бермес, қазақтың баласымын, қастерлі алашымның қорғаймын барасылын. Намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Көмлекпендер жүрекпен намыстың желбіреткен, белдескеннің белін үзіп, егескенді еңіреткен, алатаудай алашымның қайтпас қайсар баласымын, қастерлі алашымның қорғаймын барасылын. Намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын, қастерлі алашымның қорғаймын барасылын. Намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын.
келіңіз. Мансұр батырлар ғана. Қастерлі алашымның ұрғаймын барасың, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Қастерлі алашымның ұрғаймын барасың, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Әрген алдарыңызда ән шырқаған 90-шы ұлттық гимназияның шәкірті батырлар әнінен Құрманәлі Мансұр болатын. Енді ұлттық турнир қазақ күресінің жарысы болғаннан кейін екі жас өренді ортаға шақырып, кешегі палуан жүректі бура қанды палуандардың бүгінгі жалғасы кішкене өрендеріміз ортаға шақырып, қазақ күресінен кішкене көрініс көрейікші. Ал бәрекелді. Тамаша. Tuğlak şaktı. Тамаша. Жауырындарыңыз жерге тимей, әлем барысы болыңдар айналайын. Ақ тілек баталарыңызды беріп қойыңыздар. Енді ұлы бабаларымыз, ежелден ата-бабамыз күрес додасын тартымда бәсекеге алу үшін ең мықты деген палуандарды бір жақ кіріктемей, арнай жиреле тарту әдісімен жарысты реттеп, сондықтан ортаға жиреле тарту әдісімен жаттап, осы ортада тұрған палуанмен кім күресті? Жиреле қазақ дәстүрімен асықтармен анықтаймыз ба? Нұрсұлтан ағай. Бас төрешілер анықтап бере ме? Келіңіздер ортаға. Қалай жасайсыздар? Мен жақындайын ба? Кіммен алысамыз деп, қазір алып ұрайын деп тұрғанда палуандардың бәсекесін көру қызық болып тұр. Қалай жасайсыздар? Ортаға Арыстан Нұрдәулет, салмақ 69-дар шақырамыз бірінші. Қалай жасайсыз? Жерге тартуға Арыстан Нұрдәулет, 51-ші мектеп гимназия, 69 келі салмағы. Реттік нөмірі 11. Келесі Зейнолла Нұрахмет, 38-ші мектеп лицейі, салмағы 63 келі. Зейнолла Нұрахмет бар ма? Кел ортаға жерге тартуға. Реттік нөмірі 8. Келесі палуан Асылбеков Бекасыл, Қазақ күрес академиясы. Асылбеков Бекасыл, салмағы 75 келі. Реттік нөмірі 14. Келесі палуан Жаныбек Бейбарыс, Қазақ күрес академиясы. Бұл палуанның салмағы 64 келі. Жиырма бір реттік нөмірі. Келесі шақырылатын палуан Оңал Ерасыл, нөмірі 7-ші
балалар жасөспірімдер спорт мектебі. Балуандар жүгіріп келеміз. Бұл балуанның салмағы 83 келі. Реттік номері 12. Келесі Сапаров Бақытжан, номер 78-ші орта мектеп. Салмағы 77 келі. Реттік номері 5. Келесі шақырылады Ерқара Рамазан, бином мектебі. Салмағы 67 келі. Реттік номері 17. Кеңесов Дархан шақырылады. Қажымұқан ауылдан келген палуан. Салмағы 63 келі. Реттік номері 9. Келесі Масхот Арлан шақырылады. 67-ші мектеп. Салмағы 86 келі. Реттік номер 22. Айкенов Дарын шақырылады. Номер 67-ші мектеп. Салмағы 68 келі. Реттік номері 19. Құрметті бүгінгі қазақ күресіне келген біздің 90-шы гимназияға келген қонақтар, қазір біздің бағдарлама бойынша сағат 2-де мектебіміздегі ұрпақ сабақтастығы музейін таныстыру болады. Сондықтан барша келген қонақтарды қазір сол жаққа шақырамыз. Енді ұлттық спортқа жанкүйер көреміз дегендеріңіз осында көресіңіздер болады. Бегінбай Дінмұхаммед шақырылады. Номер 52-ші мектеп. Салмағы 85 келі. Реттік номері 3. Дауыл Бақытжан. Номер 52-ші мектеп. Салмағы 67 келі. Реттік номері 13. Абдуайт Шыңғыс шақырылады. Арқа алан. Салмағы 73 килограмм. Абдуайт Шыңғыс. Абдуайт Шыңғыс бар ма? Келесі Серік Ислам шақырылады. 7 Шыңғыстың. Серік Ислам салмағы 67. Реттік номері 2. Асемхан Мұстафа. Оқушылар сарайы. Салмағы 60 килограмм. Реттік номер 18. Келесі Нұрмахан Саят. Қазтұран. Салмағы 81 килограмм. Реттік номері 1. Алпысбай Дәулет шақырылады. Қазтұран. Салмағы 68 келі. Реттік номері 16. Келесі Абылахат Алдияр, Аршалы ауылы. Салмағы 82 келі балуан. Реттік номері 4. Келесі Досмағамбет Нұртілеу Мұрат, номері 49-шы мектеп. Салмағы 77 килограмм. Джим спорт мектебі. Салмағы 75 келі. Реттік номері 6.
Манарбек Мирас, Алатау. Реттік номері 20. Балуанның салмағы 86 келі. Және бүгінгі жарысымыздың соңғы қатысушы Бақытжан Нұрмұхаммед, 52-ші мектеп. Осы жарыстағы ең ауыр балуан, салмағы 120 келі. Реттік номері 10. Жеребе тарту рәсімі осымен аяқталды. Балуандар боссыздар. Ары қарай жарысымызды жалғастырамыз. Спортшылар барлығымызға келесі бойлауға өтеміз. Болдыңдар ма? Келесі бойлауға өтеміз түгел. Сұлтанбек тұранда жеді. Шығамыз барымыз. Аяп берген серікбозың бар ма? Ортаға. Бақталанып бір музыкан болса бір, Адбекка. Ya, niye kayda? Kim bana para verecek? Hadi maç sonunda. Hadi maç sonunda. Bak şöyle ketken fonlu bir fotoğraf olayım. Yoğaman yerkin ama. Yoğaman tüküreyim sana. İskereyim. Azamat Tükürayeва.
Жаман естіліп отыр. Ернар Нұрғалиев бар ма? Ернар бар ма? Талғат Бөгенбайұлы. Шабылақтап қойып. Келесі Олжас Долбайұлы. Олжас Байқонысұлы. Ердәулет Әскербайұлы. Жаслан Жамбырбайұлы. Жаслан Жамбырбайұлы бар ма? Жаслан, жоқ қоя. Шыға салсын. Руслан Сайрашұлы. Әділет Еркінұлы. Әділет Еркінұлы. Қайрат Серікұлы. Бар ма? Тастаев. Нұрғали шығаса соңына. Берекет Мержан. Жасұлан Нишпайұлы. Ардақ бар ма? Ардақ. Ардақ бар ма? Ардақ. Ерденұлы Ардақ. Салауат Махамбет бар ма? Мейір Үйімханұлы. Сағындық Қасқырбекұлы. Тездетеміз.
Құрметті Мақсат мырза бар ма? 24. 24 Мақсат. Айбат Төлембекұлы. Сейден Айбат бар ма? Сезіктеміз балуандар. Қасымов Дәуір. Әбілқасымов Мейірхан. Көкқанат Айбек бар ма? Архат Қадырұлы бар ма? Архат. Айдарбек Мақсат. Бақытбек бар ма? Бақытбек. Бақытбек мырза бар ма? Осымен президенттік марапаттау аяқталды. Енді үздік төрешіге берсек кезекті. Әділет Еркінұлы. Үздік төреші. Әскербай, ұлы, Ердәулет. Шапалдап қойыңыздар. Енді спортшыларды марапаттауға рұқсат етейік. Отсекке келіп салмақ дәрежесін марапаттайтын Дегдар Қайымұлы ағамызға берсек, және де 32 келді үшінші орын алған Спатай Сұлтанбек
жеңіс тұғына шақырылады. Үшінші орын алған Бауыржан Расул. Екінші орын алған Жауынбай Әлшер. Қасиетке домбыраны қолғанмай қоңырымды әуе. Және де жеңімпаз атанған Жарқынұлы Ерсайын. Құрмет, қошемет. Бұл салмақты марапатын Дегдар Қайымұлы. Ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуансыген бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйір болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туылмағанда нетейін, қалай басқа байрақтарды көтерін. Жеті бірдей қазынаннан айырылып, жет адамды шаттай алмай келем. Қазақ болып туылмағанда нетейін, олар жайлы жайын білмей кетейін. Қымыз шұбат қазы қарта құтмайсыз, тадыр қашып қарным ашы көтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бұл кеш көбі бір күн. Шырыштарын көбі керек. Қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйір болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйір болсын, тіреу болсын мың Жарыс жеңімпазына көбі қатынады. Құрмет, қошемет. Естелік фотоға. Қарай, бері қарай. 35 келі. Үшінші орын алған үшін Имфан Мағжар. Және де үшінші орын алған Өміртай Бегарыс. Екінші орын Әбілқасым Қайырбек. Чемпион атанған Дайрабаев Медғат Қасым. Бұл салмақта марапаттайтын Дина Қайымқызына қанымды береміз. Терлеген батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген. Жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы. Барлығы бажал жүрік баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, кет қалмаймыз. Қаншаға тамолы olan байтақ жерім бар. 38 келіде үшінші орын алған үшін Айтжан Нұрсаят. Айтжан Нұрсаят бар ма? Үшінші орын алған үшін Бахир Самғат. Екінші орын алған үшін Сембай Елхан. Және де жеңімпаз атанған Жорабаев Ислам. Бұл салмақты марапаттайтын мектебіміздің директоры Айтжан Ахметжанова. Қуандық, берге қайт кетпе. Қайт кетпе. Қазір бірге түсірем, берге. Отыр мына жерге. Отыр. Қуандық қайда?
3-ші орын алған үшін Талғат Марғұлан. 3-ші орын алған Есенгелді Рымбек. 2-ші орын алған Имағанбетов Елдар. Чемпион атанған Бекпенбетов Жансерік. Бұл салмақ Апатайдың режиссері Мұрат Есжан ағамыз. Ортаға. Мұрат Есжан ағам, ортаға. Ақынтай Нұрсұлтан. 3-ші орын алған Өміртаев Қуандық. 2-ші орын алған Айтжан Бақтияр. Жеңімпаз атанған Қабдулла Мұхаммед Сайд. Бұл салмақта марапаттайтын алаштанушы ғалым Үшқын Мырзаға береміз. Үшқын Мырза ортаға. Barısın, canısın, barısın, barısın. Үшінші орын алған үшін 50 келіде Жәнібек Нұрислам. 3-ші орын алған Серік Ерасыл. 2-ші орын алған Темірғали Диас. Және де жеңімпаз атанған Ерсаев Әлижан. Бұл салмақта марапаттайтын Илияс Есенберлин атындағы нөмірі Афшатшы мектеп директоры Мүжанат ханымға береміз.
орын алған үшін Қуанышбайұлы Нұрдәулет. Үшінші орын алған Қошанов Ержан. Екінші орын алған Қаратаев Алихан. Жеңімпаз атанған Бейімбетұлы Арсен. Бұл салмақты марапаттайтын Қазақ күресінен Нұр Сұлтан қаласының аға жаттықтырушысы Естек Ескендір Жұмабекұлы. Алшаңдап басады Алаштың баласы, өзгелі өшені қалдырған баласы, бір түйір топырақ, бір тамшы қара су, қазаққа ғанадан қазақтың ең аласы бер. Балақтың биттерін басына таптатпай, көршінің биттерін есіктен аттатпай, қолына патшалық әлемге жан салып, қазақтар жүреді намысын бер, таптатпай барыстарымызды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Үшінші орын алған үшін Сапар Бақытжан, бүгінгі жарысымыздың қола жүлдегері. Қошеметпен. Үшінші орын алған үшін Арыспай Дәулет. Екінші орын алған үшін Келіпсіп Бархан. Жеңімпаз атанған Асымхан Мұстафа. Бүгінгі алтын белбеу республикалық турнирінің аса ауыр салмақтағы жеңімпазы. Қошемет, құрмет. Бұл салмақта марапаттайтын гимназиямыздың директоры Аятжан Ахметжанұлы. Асыл текте туған, алаш келін туған, елдерім елішін, елдің бекен туған, ақ білік күшімен, ақ найза ұшымен, қорғаған бабамнан, үнгі алып ісінен, алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенің артқан аспанда жібересің көк байрағын, қазағымның жігіт. Үшінші орын қайда? Екі шықты. Орында басып екен делемеш, келемет. Биік келгенде ел үшін, жер үшін намысты бергенде, ардың күші дарып, жүрек дүрсіл қағып, Самат Ақанұлы бар ма? Самат Ақанұлы. Сізді бапкер. Самат. Самат Ақанұлы бар ма? Білерсізді, мен үздік чемпион шығарған Жастар спорт клубы. Бірінші орын ортаға. Екінші орын Арқалан ұлттық спорт дамыту орталығы Айбат Сейтен. Және де
Үшінші орын алған үшін нөмір 52 мектеп Мереке Маратұлы. Үздік бапкерлер бүгінгі жарысымыздың чемпиондар шығарып. Жаса Қазақстан, жаса менің қазақ.